Абай Құнанбайұлы 13-ші сөз. Иман деген Алла Табарака ва Тағаланың шариксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уа хайр неге бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы жіберген жарлығына білдіргеніне мойынсұнып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны якини иман, яғни шын иман десек керек. Екінші, кітаптан оқу бірлән яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, 1000 кісі 1000 түрлі іс көрсетсе де, соған айнып көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман таклиди дейміз, яғни дәстүрлі сенім дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Якини иманы бар деуге ғылымы жоқ, таклиди иманы бар деуге беріктігі жоқ, я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, я өтірікті шын деп ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Уа әрнешік білмек керек. Жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешеді дағы демессің. Аның үшін Құдай тағаланың ғафуына, яғни кешіруіне, яки пайғамбарымыздың шафағатына, яғни қорғауына сыймайды. Уа мүмкін де емес. Қылыш арасында серт жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрысын.